Қасқыр мінез қазағым, Мадинаның ісіне қатысты халыққа маңызды ескертуіміз бар. Қазір әлеуметтік желіде Мадинаның атынан жалған парақшалар ашылып, түрлі тексерілмеген ақпараттар тарап жатыр. Третста Мадиярды 3 жылға соттайды екен деген әңгімелер жазылуда. Тағы біреулер Мадина психикалық аурумен ауырған деген секілді ақпарат таратып жатыр. Мүмкін ол баланың психикасында бір ауытқу болды ма? Қандай бір күйзеліске түсті ма? Осы 2 жылға жуық оның анасы неге білмеді екен о жағдайды? Жанындағы жан досымын деп сөйлеп жатыр ана жан досы. Осы жерлерде жүреді екен, көшеде келеді екен, осы үйге қонады екен. Неге сонда ол сондай жағдайды біліп тұрып, неге арашалап қалмады екен? Неге жар салмады екен сол кезде? Бұл ақпараттарға сенбеңіздер. Тергеу әлі жүріп жатыр. Сараптамалар толық аяқталмай, тергеу мен соттың қорытындысы шықпай тұрып, кімнің қанша жылға сотталатынын кесіп айтуға болмайды. Біреудің жалған ақпараты тергеуге де, Мадинаның жақындарына да зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан сіздерден бір ғана өтініш: Мадинаның ісіне қатысты ақпаратты тек біздің ресми парақшамыздан алыңыздар. Біз тексерілген нақты ақпаратты ғана жариялаймыз. Мадинаға әділдік керек, ал әділдік өтірікпен емес, ақиқатпен орнайды. Құрметті қазағым, қайырлы таң. Сіздер кешеден бері жазып жатқан екенсіздер, енді сіздер ме білмеймін. Жалпы халық сұрап жатыр екен, Мадияр қашан қамалады, экспертиза болды ма, және де тағы да басқа көптеген сұрақ қойыпсыздар. Қазір мен офисқа кетіп бара жатырмын. Барғаннан кейін заңгермен ақылдасып сіздерге жауап беретін боламыз. Барлығыңыз Мадинаның құрбысы Зейнепті іздеп жатыр екенсіздер. Айта кетейін, Зейнепте бәрі жақсы. Зейнеп менің командамның қорғауында. Сонымен қатар әзірге ол әлеуметтік желіге шықпайды. Тағы бір айта кететін жайт, шынайы ақпараттарды тек біздің ғана парақшалардан көріп біле аласыздар. Жалған алып қашпа әңгімелерге сене бермеңіздер. Бұл қыз өзін өзі өлтіретін қыз емес, ол өмірді жақсы көретін қыз, ерке қыз, баласын жақсы көреді. Одан кейін, одан бөлек аяғы ауыр болған екен. Аяғы ауыр әйел, өзіңіз ойлаңыз, аяғы ауыр әйел, одан бөлек 10 айлық баласы бар әйел өлімге өзін қияма? Қимайды ғой. Оны ұрып соққан, абайсызда ұрып жатып өлтіріп алады да, өзінің өлтіріп алғанын кінәсін, өлтіріп алғанын жасыру мақсатында асып қойған деп ойлаймыз. Жалпы күйеуі бұрынғы сол өлтірді деп ойлап отырмыз. Осылай ойлауға қандай да бір негіз бар ма сіздерде? Енді денесінің барлығы. Бұған дейін де осындай ұратын беді? Иә, ұрған екен, құрбысына жазып отырған екен. Осылай мен бүгін таяқ жедім, мен ұрып жерді. Адам айтып бәйтелі шорман ералы мүсіреп. Қарттырына бағыштан доқан өйген тоқын апам әділікел Балтыбек келін ұрқына бағыштан, атам Рыскелді Азамбек ұрқына бағыштан, атам Бақытбек Малгелді ұрқына бағыштан, ағам Нұрперзент Малгелді ұрқына бағыштан, басқа да дәметкен ағақтан ұрқына бағыштан. Келіншегім Мадина Рашид қызын ұрқына бағыштан, доқан деу жайлы тоқыға тұрқой. Мен ол оқуға болған күні өзім олда болған жоқпын. Жол жүріп Қарағандыға кеткем. Сол жақтан естіп жүрегім ауырып жеткенше 3 күн бойы уайым жеп келдім. Келгеннен кейін мән жайды естідім, анау-мынауын көріп жатырмын. Содан келіп мына жерде келген кезде, мен келгенде жаңа Жан Ахмадиев солар жүрген. Соны мен жүгіріп келіп осы жерде кімсіз, сіз қайдан келдіңіз, кімсіз деген соң өзі келіп не қылғаннан кейін осындай көршімін, осындай деп мен осы жердегі мән жайды айттым. Айтқанда мен болған жағдайда мен шатағымды өткен, мен ол кезде болған жоқпын ғой. Жағдай болғанда мен үйде болған жоқпын, жол жүріп кеткен. Бірақ осы жанұя туралы айттым. Келінді де жақсы білемін. Келінді күніге әйтеуір көріп қалам. Ары бер шыққанда, былай жүргенде келін әйтеуір сәлемін салып, амандасып, қия өткен емес алдымыздан. Аманымызды алып, сондай жақсы келін болатын. Бала да жақсы, жуас деп содан құдағи тұрған келін шешесі ол кісіге көңіл айтып, сондай жақсы сөздер сөйлесем, менің сөзімнің бәрін бұрмалап, Жан Ахмадиев мен жаңағы жерде бір сөздерімді салып жіберген-дағы басқаша қылып бұрмалап. Сол мені бүткіл Қазақстанға жексұрын қылып отыр керек болса. Может, ашуменен еркек болғаннан кейін, енді кім біледі? Ұрса енді ұрғанда шығар, ұрғанда да қатты өлтіріп ұрған мен көрмеймін енді. Семья болғаннан кейін әйтеуір айғайласып, мына жерде жаңағы заттарын көтеріп анау-мынаусын жегенде менің бар айтқаным,
сіздер қоя тұрыңыздар, кішкене шыдаңыздаршы, мінекей 1-5 минут шыдаңыздар. Бұл әулеттің де үлкендері бар, келе жатыр, бәрі жақындап қалды. Ауылымыздың әулеті бар, бәрі келу керек. Олардың да тарапындағы сөзді естулеріңіз керексіз. Бір ғана тарапты естімеңіздер. Екі тараптың да сөздерін естіп, екеуін де таразалауларыңыз керек қой деп айттым. Ана алған сұхбатын бұрмалап, мыналар киімді де бермей қойды, оның орнына қалмал сұрады деп қайдағы бір айтылмаған сөздердің бәрін айтып, жазып қойыпты. Оның бәрі болған жоқ, оның бәрі айтылған жоқ. Сол сөз үшін мен қазір халықтан, Қазақстан халқынан бәленбай сөз естіп жатырмын. Бұл ісі дұрыс емес. Үйтіп жасауға болмайды. Бір жақтың ғана несін шығара беруге болмайды. Біздің жақты да жақсылап тыңдау керек. Мен ол кісіге артық ештеңе айтқан жоқпын. Мәдина туралы да айттым, Құдағиға көңілімді айттым. Сондай одан басқа сөз айтылмаған. Оны менің сөзімді бұрмалап басқаша қылып мені елге жексұрын қылып отыр. Осы дұрыс па? Ұрама деген сөз ғой, ұратын шығар деген сияқты сөз. Ұратын шығар, сорған шығар деген ба, бірдеме деген сөз. Интернеттегілердің бәрі маған қарсы сөйлеп жатыр. Мейлі, мысалы үшін ақ Құдай көріп тұр ғой, төбемізде Құдай тұр, кімнің қандай екенінде. Бірақ балаларға да ауыр тиіп жатыр ол сөздің бәрі. Балаларымыз да жаман шырылдап жатыр. Туған туысқандарым да шырылдап жатыр. Ойбай, не болды сен мына сөзің қалай деп. Мен ол сөзді білмеймін де керек болса дедім. Менің айтқан сөздерім мына жақта басқаша болып тұр ғой деп. Тыныш ауыл, кәдімгі қазақ ауылы. Мадиярдың мен алғашқы ұстазымын. Мадияр біреуді өлтірмек тұрмақ. Бүт қазақстандықтар айналайын, аналар, түсініңіздер. Ұстаздар қауым, мен сіздердің өтінем, мен дұрыс түсініңіздер. Ол бала біреуді боқтайдан алмайтын бала. Мен оны мектепте, класста, сабақта жүрген кезде әкім деп қойушы едім. Қып-қызыл галстугын тағып, әдемі костюм шалбарын киіп келетін. Міне бүгін әкім келіп қапты, сабаққа әкім келді деп оны қарсы алушы едім. Әттең өкініш, мынандай жағдай менің баламның басына түсіп тұрғанына, балапанымның басына түсіп тұрғанына мен қатты жүрегім ауырып тұр, айналайын, қызым. Мен мектептің түбінде тұрам. Мадияр деген баланы сол мектепте жаңағы қазір мини стадион соғып, сол жерде барғалы көріп жүрмін. Анша-мұнша күлмейтін де бала екен, мен отырам, көшеде отырам мен. Кімді бақылап, кім не істейтін бәрі. Мен бұл үйге ешқандай жаманшылық ойламаймын, жаманшылық әңгіме естіген емеспін бұл үйден. Енді елдің айтып атқан сөз әшейін лақадырон бе, тол, өтірік бұның бәрі. Біз оны нақты айта алмаймыз. Қасында болған жоқпыз, отбасының қасында жүрген жоқпыз, араларында не болып жатыр, қандай не жағдай болып жатқан біз білмейміз. Енді біздің айтамыз, балалардың өзі бұлай тәрбиелі балалар болып біздің алдымыздан кешек өлді, біреудің алдын бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деген естіген емеспіз. Итің ұры десе намысын келетін қазақпыз. Біздің ауыл болғаннан кейін, біздің ауылдың тұрғылықты тұрғыны болғаннан кейін, әйтеуір осы азаматтардың қанша деген жанымыз ашиды. Мынандай қалай қимайсың, қалай болып қалды мынандай нәрсе деп. Мадияр баламыз, бұл мына жерде бізде тендерден ұтқан балалар береді. Мектебіміз жанынан кішігірім шағын футбол алаң салынып жатыр. Сол жерде жұмыс істейді. 5 бала. Мадияр сол жерде жұмыс істейді. Қайда қазір? Мен сыртта сол жерде жұмыс істейді. Баладан мен келінді ұрады деп ойламаймын. Мынандай оқиға кейінгі жастарға үлгі болмаса екен дейміз. Өйткені келін мен ененің арасында қарым-қатынас өте жаман көрсетіп жатыр мына қазіргі ақпараттар. Сосын кейін мына жас пенен екі жас бір-бірін жақсы көріп қосылды ғой. Ене менен келіннің арасында қарым-қатынасты жаман көрсеткен соншалықты мына осы үйдегі келінді кісі өлтіргіш қылып қойып жатыр. Жастарға, кейінгі жастарға үлгі болмаса екен деймін. Мына титтай нәрсе үшін барып өзінің өмірін қиып жатқан ол жақсы емес. Бір кішкентай ұрыс үшін адам өзінің өмірін қиып жіберу деген ол өте қиын жағдай. Қандай себеп болады ол? Қандай себеп болады? Мүмкін ол баланың психикасында бір ауытқу болды ма? Қандай бір күйзеліске түсті ма? Осы 2 жылға жуық оның анасы неге білмеді екен о жағдайды? Жанындағы жан досымын деп сөйлеп жатыр ана жан досы. Осы жерлерде жүреді екен, көшеде келеді екен, осы үйге қонады екен. Неге сонда ол сондай жағдайды біліп тұрып, неге арашалап қалмады екен? Неге жар салмады екен сол кезде? Осы оқиғада мынандай нәрсе шығып жатыр, жаңағы оңтүстік өңір, осы Тараз жақ келінге өте қатты қарайды. Мүмкін қыспақ көрген шығар, келін айта алмаған шығар дейді. Сіздер жақта шынында да солай ма? Дәстүрдің озары бар, тозары бар дейді. Мүмкін
сондай қыспақта отырған болсақ, мен мысалы мен 70-тен астым, менің енем 100-ден асып отыр, мен де азып тозып кететін едім. Ол келінді мен көргем бірнеше рет. Менің үйімде кішкентай келін медсестра ана кішкентай баласын уколға алып келетін, өзі көтеріп есіктің алдына. Бұлай бетпе-бет көрмесем де, бірақ көретінмін. Әп-әдемі косметикасы бар, кірпігі жабыстырылған, сұп-сұлу келіншек. Енді зәбір көрген адам, күнделік таяқ жеген адам жүре алмайды ау деп ойлаймын. Азып тозып кететін еді. Ол тем более жап-жас екен өзі, 17 жасында тұрмысқа шығыпты. Сол жағын білмеймін енді, анасы нағып соншама жас кезінде оны күйеуге берді екен. Неге оны оқытпады екен ары қарай? Ол жағын білмейді екен. Енді алып қашып кеткенде нағымен алып кетпейді екен, сондай өзі еркімен келмесе. Жақта әлі күнге дейін келінді солай қатал ұстай ма? Жоқ, келіндеріміз шорт киіп жүреді. Ауылдың келіні қайсы, қызы қайсы екенін білмейсің. Сымшылық көретін ауыл емес, газымыз бар, суымыз бар, светіміз бар. Қаладан ешқандай кемдігіміз жоқ. Барлық жағдай жасалған. Қазір келіндердің қысымшылық көретін заман емес. Интернеті бар, телефоны бар. Бір емес екі телефоннан ұстайды. Автоматта кірді жаюға ерінеді қазір келіндеріміз. Ана жауыз дейді, отырғызу керек дегенде, сол адам көзге көрінсе, шіркін-ай, мынаны ұрып өлтірер едің деп отырмыз бәріміз. Мен айтам, мен мұны жазғанды білмейді екем, әйтпесе сол адаммен бірге бір шығар едім деп. Мынандай жағдайда кімге болса, жеріп болған адамға жақ болғысы келіп тұрады. Кімге болса, мысалы, білдіңіз ба? Содан соны сөйлегісі келіп тұрады, ол нақты білмесе де. Енді не десек те адамның өлімін ақтау қиын ғой бәрі. Қиын, көрдіңіз ба? Жатырмын деген сияқты ше. Бірақ оны күйеуі түсіргенде ойлап тұрмыз, өйткені үстінде көйлегі тізесінен асады, беті түсірілмеген, жіпті түсірген, аяқты түсірген. Аяқ бізге андай әйел адамның денесімен аяғына ұқсамайды. Күйеуі өзі істі имитация істеуі мүмкін ба? Сондай жасаған деп ойлап отырмыз. Сондай видео келеді. Ол видео қазір сізде бар ғой? Мамасында бар. Вообще бізде бар. Видео бар, барлық дәлелдер бар бізде. Таяқтың астында қалған денесінің бәрінің видеосы бар. Бәрін дәлелдерін бәрін түсіріп алдық. Маған айтатын, ол енеміз ортамызға от салатын деп айтатын. Мен басында Мадияр маған көмектесіп жүрді дейді, бірақ артынан уже енем сен не қатыныңа көмектесіп жүрсің деп айтқан ғой. Сол кезде уже Мадияр маған деген отношениесі өзгеріп кетті дейді. Всегда мамасын қорғайды, даже мамасын қорғаған кезде мені ұрып бастады дейді да. Сондай не істеген. Мадияр сізге хабарласты ғой, видеоларды өшіріп таста деп. Иә, өшіріп таста дейді. Ол ешқандай ода сожаление жоқ, андай өкініш сезімі жоқ. Маған айтады, спокойно отыр, мен баламды детдомға тастағым келмейді, сен өшіріп таста, келіп бәрін шешеміз дейді маған. Мен айттым, мына жақта біреудің қызынан айырылып отыр ғой бір ана, мен өшірмеймін дедім ештеңкені. Сен балаңнан айырылсаң, ол ана қызын қайтара алмайды дедім мен оған. Ол сосын бүкіл сообщениямды чаттағы удалить етіп тастапты, даже мен сообщениям жоқ. Қазір мен жуынтырып шықтым, басына былай кесіп тастаған, тігіп тастаған. Былайына басы жарылып жатыр, оны басын жарып өлтірген. Бізге әділдік керек. Оларды енесімен ол ұрады екен постоянно. Екеулеп ұрып, сол күні тоже солай жасаған. Бірақ олар өлтіріп тастаған. Еще былай олар өзін асып жатыр деп өтіріктен видео алған. Ол видеода былай тұр. Әйел адамның тұрысына ұқсамайды. Аяқ көрінбейді вообще. Шелек пе, 5 литрлік бутилка ма сондай затқа ұқсайды. Вообще шелекке де ұқсамайды, өзін асқанға да ұқсамайды. Өзін асса адамның аяғы былай тұрады. Дұрыс па? Неге өзін асқан болса, неге сол жерде тұрмайды? Неге бізге сразу айтпайды? Өтірік айтып, олар жасап тастаған. Мен әділдікті істеймін. Менің сестренкамды өлтіріп отыр. Кеше мен Өзбекстаннан келдік. Әжесі келді, мен келдім. Күйеуі жұмыс істегісі келсе жұмыс істейді, жұмыс істегісі келмесе жұмыс істемейді. Ол даже баласы түсіп қалған кезде ол қатты қан кетті одан. Күйеуінен ақша сұраған кезде күйеуі ақшам жоқ деп отказ жасаған ғой одан. Ол даже әйелін дұрыстап асырамаған ғой. Даже ол баласына бір бәле әперу үшін Мадина мамасынан ақша сұрайды всегда. Ал ана 8 айлық бала, оның баласы. Ол бала, иә. Одан кейін тағы бала. Екі рет мынау түсіп атқан екінші баласы ғой, алдырып тастаған ол екінші баласы. Мыналар қинап алдырып тастаған сияқты, потому что астынан қатты қан кетіп жатыр. Осы жол ма? Иә. Бұрын тағы бір баласы түсіп қалған. Екінші баласы ғой түсіп жатқан. Негізі 3 бала негізі туу керек қой былайынан. Бірақ екеуі түсіп қалған. Сондай. Ол даже қарындасына барған, сол Мадиярдың қарындасы бар, соған барып көмек сұраған, ағаң айтшы мені ұрады деп. Ол қарындасы айтқан, енді өзің барып кешірім сұра, ағасын қорғаған ғой былай айтқан кезде. Ол ағасына дым айтпапты. Қорғасай әйел адам ғой деп. Ол сол айтқан кезде ағасы оны тыңдар ма еді. Ол бүкілі өздері істеп отыр ғой, сол жақта семьясы, туыстары жабылады екен мен подружкама. Всегда айтатын.
андай сен кетіп қала бересің, сен андай жаман келінсің, туыстар сөйтіп сондай әңгіме айтады екен. Ол маған сондай әңгіме айтты. Сосын мен айттым, мен барып сөйлесейін да олармен дедім. Сосын айтты, керек емес деді, олар ертең мен өсекші деп айтады деді. Мен барып сөйлескім келген. Мен күйеуіне барып та айттым, неге сен ұрасың әйеліңді деп ше, ол дінде де харам етілген нәрсе, ол нәзік жанды әйел да. Оны зачем ұрып дедім. Сосын ол тұрады да, мен әйел адамды айтқан тыңдамаймын деп мық деп ештеңе дей алмай отырды. Ол маған жаза бастады, ұрады деп, ұрады, соғады, білгенін істейді деп. Одан кейін оларда андай не болады, короче, маған синяк, сондай суреттерін жібереді. Неше түрлі арткасында несін, короче, жіберген. Барни жегісі келген, и баласына біреуін береді, өзі біреуін алады. Жеп тұрған кезде күйеуі айтады, мен бұны балаға алып келдім ғой, сен неге жеп жатсың дейді. Ұрысқан соң жегісі келмейді ғой любой адам. Берген қолына болды, жемеймін деп кетіп бартқан, и енесіне барған, енесі ұрысқан, неге екеуің ұрысып жатсыңдар деп ше. Осын ол айтқан, енді жем келді ғой деп. Енесі айтқан, енді енесіне сөйтіп айтқан соң күйеуі айтқан, сен неге менің мамамды сыйламай жатсың деп ше. Сен менің мамама сөз қайдарасың деп, короче. И ол туалетчаға кетіп қалған, мен подружкам туалетке келіп, қол жуған кезде қайтып ұрысып басталған ғой сол жақтан. Ұрсысқан, одан кейін келіп ұрған екен оны. Тұрмысқа шыққанына 2 жыл болыпты. 2 жылда Мадина шамамен енді сіздің есіңізде бары неше рет таяқ жетті осы дәл осылай? 5-6 рет ғой примерно. 5-6 рет. Қазір ресми дерек бойынша өз-өзіне қол салды дейді. Енді құрбыңызды сіз танисыз, білесіз, сырласасыз, өз-өзіне қол салатын қыз бе еді? Сабалған іздер бар. Шыбықтың ізі бар сабалған. И мына жақта тырналған, қызарып тұр. Одан кейін аяғының бәрі синяк. Біз